Сәлеметсіздер ме, менің құрметті көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді, арасында салмасы бар, духовкада пісетін дәмді нан дайындайтын боламыз. Немесе бәліш, или ашыған қамырдың арасында салмасы бар, самса деп айтсақ та болады. Видеоны аяғына дейін қарап, мұқият қарап отырыңыздар. Рецепті описаниясында жазылған. Әрбір дайындау процесі маңызды, сондықтан алыстап кетпей видеоны аяғына дейін көріп шығыңыздар. Қолдау көрсетіп, қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, подписка жасап, лайк басып отырыңыздар. Ойларыңызды жазыңыздар, мен қуанып қаламын. Ендеше біз бастайық. Міне, бүгінгі керек заттарымыз 500 грамдай ұн, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық дрожжи, 1,5 қасықтай қант, 1 қасық толмайтындай тұз шай қасықпен, 50-60 грамм сармай немесе жақсы маргарин, және 1 стакан жылы сүт, жылытылған сүтіміз керек. Қантымызды сүтке саламыз. Кішкене қозғаймыз. Сосын оған мына дайын тұрған дрожжымызды саламыз. Араластырып қоямыз. 1 минуттай күтеміз. Дрожж қандай екен, дрожждың сапасы? Егер дрожж жақсы жұмыс істеп тұрған болса, онда мына жерде өзі сүтке жібіп, қант қосылған сүтке шапкасы көтерілетін болады. Сондықтан 1 минут деген көп уақыт емес, күте тұрамыз. Міне 1 минуттан соң дрожжымыз жұмыс істеп жатқаны белгілі болды. Шапка болып көпіршіктеніп көтерілді. Енді біз оны құрамына тұзымызды қосамыз. Араластырамыз. Сөйтіп, ұнымыздың үстіне құямыз. Ортасын былай ашып аламыз. Сөйтіп, сүтімізді құятын боламыз. Және мұның үстіне жұмыртқамызды қосамыз. Және майымызды құямыз. Майымызды ертіп алдық. Кішкене осылай венчикпен шамалы араластырып, басын біріктіріп алғасын, ары қарай қолмен жалғастыратын боламыз. Қамырды жақсылап илеп, июн қандырып қоюымыз керек. Қамырымыздың басы бірікті. Жұмсақ қамыр болды. Өте жұмсақ болғаны керек. Мұны енді 40-45 минутқа жылы жерге бастырып қоятын боламыз. Енді қамырымыз көтерілгенше оның ішіне салатын салмасын дайындап қоямыз. Оны жасау үшін бізге сиырдың етінен тартылған фарш керек. 300 грамдай. 1-2 дана осындай 2 түйір пияз керек. 1 жарты шай қасық паприка, жарты шай қасық қара бұрыш және 1 шай қасық тұз қажет. Осылардың бәрін қосып қазір алдымен салма жасап қоямыз. Алдымен пиязды тураймыз. Пиязымызды ұсақтап тураймыз.
Міне пиязымыз турап болдық. Оны фаршымызға қосамыз. Қалған дәмдеуштеріміз қосамыз. Тұз, паприка, қара бұрыш. Қалауларыңыз бойынша тағы да басқа дәмдеуштеріңіз болса, қоссаңыздар болады. Жақсылап араластырып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше пияздың дәмі сіңіп етке жақсы дәм беріп, фаршымызға ішіне салатын салмамыз жақсы болып, дайын болып тұрады. Ол жаңағы қамырымыздың арасына орағанда ерекше дәмді болады. Және мына фаршқа егер құрғақтау деп ойласаңыздар, кішкене су қосуға болады. Мен сол ойлап тұрмын, бір 30 грамдай салқын судан қосып жіберсем бе екен деп. Фаршым кішкене құрғақтау екен. Бір осындай 30 грамдай су жетеді. Фаршымыз сондай не болу үшін жақсы. Құрғақ болмас үшін. Уылжып тұру үшін. Піскенде уылжып піседі өзінің соғымен, өзінің сөлімен. Бұл суды өзінің бойына сіңіріп алады фаршымыз. Салмамыз дайын болғасын, мұны холодильникке қоя тұрамыз. Міне, салмамыз дайын болды. Енді қамырымыздың көтерілгенін күтеміз. Салмамызды холодильникке саламыз. Міне, қамырымыз көтерілді. Енді қазір бұны дұрыстап бөлеміз. Кішкене илеп жібереміз. Сосын екіге бөлеміз. 1/2 бөлікке бөлеміз. Домалақтаймыз. Бұны домалақтап алғаннан кейін жаямыз. Кішкене ұн себелеп жібереміз. Жұқалап жаятын боламыз. Міне, қамырымызды жайып болдық. Енді қазір бұны 1/1 бөліктерге бөлетін боламыз. Салмасын саламыз.
Мұны енді қалай бір-біріне жабыстыруын қарап отырыңыздар. Алдымен былай үшбұрыштап аламыз. Сосын екі шетінен кішкене тартып бүктейміз де қамырымызды тартыңқырап отырып, алдыға қарай ораймыз. Мына ұшты тартыңқырап отырамыз. Осылай табамызға жайғастыра береміз. Тағы да міне үшбұрыштап аламыз. Екі шетінен тартамыз. Фаршын кішкене ішіне жинақтаймыз. Екі шетінен былай бүктейміз кішкене. Ортаға қарай бұрышынан ұстап кішкене тартыңқырап. Былай кішкене домалатыңқыра жібереміз. Сонда осылай шығады. Үшбұрыштаймыз. Фаршын ішіне салыңқыраймыз. Ішіне итеріңкіреміз фаршты. Мына жерін осылай жабыстырыңқыра жібереміз. Сонда фаршымыз ішінде жақсы тұрады. Салмамыз. Мына үшін тартыңқыраймыз. Оралғанда әдемі болып оралады. Міне табамызға 8 дайын болды. Қазір үстіне бетіне жұмыртқасын жағып 200 градуста 30-35 минутқа. Жұмыртқасын жағамыз. Міне дайын болды. Бірінші партиясы бұл.
Екіншісін салып қоямыз. Міне, осындай сүп-сүйкімді, ішінде мол салмасы бар еттен жасалған дәмді әрі тойымды дәмді нандарымыз пісті.